Әрдайым свежий нан жапқан кезде ескі наным осылайша қалып кете береді. Сондықтан да бұл нанды тастамай, балаларға бұлай күйінде болмаса да тамақ күйінде жегіп жіберемін. Дәл осындай қатқан нан сіздердің үйлеріңізде де болса, тастап жіберуге асықпай, мен сияқты күшті тамақ жасап балаларыңызға беріңіздер. Видео қызық болса соңына дейін қарап, рецебім пайдалы болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай нандарымыздың барлығын кубиктап, 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Барлығын осылайша турап аласыздар. Кез келген бауырсақ болсын, қаттама, май нан болсын, содан қалған осылай нандар болатын болса, барлығын осылайша 4 бұрышты етіп турап алыңыздар. Дәмі өте күшті болады. Мен өзім бұл тамақты өте жақсы көремін. Бұл тамақты білетіндер де, білмейтіндер де бар шығар. Қандай тамақ жасайын деп жатқанымды араларыңызда примерно біліп тұрғандарыңыз бар шығар. Нанды осылай турап алған екен шетке қойып, енді картошка пиязымызды ашып алатын боламыз. Маған бар жоғы осылай орташа көлемдегі бір пияз және де 5-3 штуктай картошка қажет. Сіздер өздеріңіздің нандарыңызға қарай картошкаларыңызды көбірек не болмаса азайтып жасасаңыздар болады. Маған 5-3 штук картошка жетеді. Осылайша барлығын сырттарын ашып, жуып, тазалап алдым. Сонымен пиязымды бірінші турап аламыз да, одан кейін картошкамызды ортасынан бір бөліп, дәл видеодағыдай етіп, жұқарақ етіп осылайша турап аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың болмау керек. Дәл видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Пісуі өте тез болады. Осымен газымның астына отынды қазанның астына отынды жақтым да, осылай сұйық майымды құйып жіберіп, майым қызығаннан кейін үстінен осылайша тураған пиязымды салып алдым. Тураған пиязды салып, кішкене уақыт, біраз уақыт қуырып алғаннан кейін, кішкене қызарып, реңі кіре бастағаннан кейін, оның үстіне жаңағы тураған картошкамызды салып, барлығын бірге қуыратын боламыз. Картошкамызды салып аламыз да, барлығын араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша томат қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен ешқандай да томат қосқан жоқпын. Бар жоғы картоп, пияз және нан болса, аздап қана тұз болса болғаны. Осылайша татымына қарай тұзын салып аласыздар да, әрі қарап тағы да араластырып, бетін жауып отырып, орташа отта картошкамызды кішкене піскенше қақпағын жауып пісіретін боламыз, дымдап пісіретін боламыз картошкамызды. Картошкамыз дәл осылай пісіңкіреп пісіп қалған кезде осылай нанымызды салып жібереміз де, аздап қана кішкене жарты пияладай су қосасыздар. Не болмаса майын көптеу құйсаңыздар, сол майдың өзіне де дымдап пісірсеңіздер болады. Енді осыған аздап қана мен кішкене су құйып жібердім, астық жабысып қалмасын деп. Осылайша орташа отқа қойып, қақпағын жауып, тағы да бір 5-10 минуттай бұқтырып аласыздар да, сонымен біздің нан палау тамағымыз дайын. Сіздер бұл тамақты білесіздер ме? Білсеңіздер қалай жасайсыздар? Сіздерге жалпы бұл тамақ ұнайды ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Егер де білмегендер болса, үйдегі қатқан нандарыңызды тастамай, дәл осылай жасап балаларыңызға беріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Тамағымыздың бетінің әсемдік үшін укропты сеусеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Дәл осылай үйлеріңізге, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар өте керемет болады. Сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Назарларыңызға рахмет.